Köşede жүрүү мүмкүн эмес дерлік елді елестетіп көріңізші. Тар көшелердің лабиринті, ауада қалқыған экзотикалық дәндеуіштердің иісі және тоқтамайтын клаксон үні ерекше әуенге айналған. Бұл Вьетнам. Өмір қайнап жатқан, әр бұрышында жаңа оқиға күтіп тұрған ел. Мың жылдық дәстүрлер мен жарқын өмір салты бұл елді ерекше етеді. Оңтүстік шығыс Азияның дәл жүрегінде орналасқан Вьетнам географиялық жағынан маңызды орында тұр. Шығысында оңтүстік Қытай теңізімен шектесіп, солтүстігінде Қытаймен, батысында Лаоспен, оңтүстік батысында Камбоджамен шекаралас. 98 миллионға жуық халқы бар бұл ел, әлемдегі халық саны бойынша 15-ші орында. Ел астанасы Ханой 1000 жылдан астам тарихы бар солтүстіктегі қала. Ол 10-шы ғасырда Дайвет патшалығының астанасы ретінде құрылған, және елдің тарихында маңызды рөл атқарған. Вьетнамның тарихы соғыстар мен күрестерге толы. 1-ші ғасырдан 19-шы ғасырға дейін бірнеше әулет елді басқарды. 19-шы ғасырдың соңында Франция елді отарлап, вьетнамдықтар тәуелсіздік үшін күресті. 1940 жылы Жапония елге бақылау орнатып, тек 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Вьетнам өз тәуелсіздігін жариялады. Алайда бұл күрестің соңы емес еді. Франция елді қайта алуға тырысып, 1945 жылы Үнді-Қытай соғысы басталды. Вьетнам жеңіске жетті. Бірақ артынан 1955-1975 жылдар аралығында ақш пен коммунистік елдердің қолдауымен тағы бір Вьетнам соғысы басталды. Тек 1975 жылы ақш әскерінің елден шығуымен ел бірігіп, социалистік Вьетнам республикасы құрылды. Ханой мен Хошимин сияқты мегаполистерде аспанмен таласқан зәулім үйлер мен колониялық архитектура қатар орналасқан. Мотоциклдер көліктер мен жаяу жүргіншілер арасында зулап, ерекше көрініс жасайды. Көшелер әрдайым адамдарға толы, ал тамақ сататын дүңгіршектер көлік ағынымен үйлесіп, қаланы өмірге толтырады. Вьетнамдағы жол қозғалысы әлемдегі ең қарбаластардың бірі. Мотоциклдердің саны соншалық, олар тек жолды емес, тіпті тротуарларды да жаулап алған. Вьетнам өмірі жарқын әрі алуан түрлі. Ханой, Хошимин және Дананг сияқты қалаларда тіршілік түнде де тоқтамайды. Барлар, клубтар, тірі музыка, диджейлер мен түрлі сусындар. Бәрі бар. Көшелер адамға толы, саған қызмет ұсынатындар көп. Түнгі өмірі көптеген туристерді қызықтырады. Массаж салондарынан бастап, түрлі демалыс орындарына дейін бәрі бар. Кешкі тағамдарда кең тараған. Көптеген мейрамханалар мен тағам сатушылар түнге дейін жұмыс істейді. Вьетнамдықтар түнде тамақтануды жақсы көреді. Спортқа деген құштарлықта ерекше. Ең танымал спорт түрлері футбол мен волейбол. Вьетнамда волейболдың ерекше түрі сепат такрау деп аталады. Бұл ойында ойыншылар допты қолмен емес, аяқпен ойнайды. Бұл өте көрнекі әрі ерекше спорт түрі. Ауыл өмірі тыныш әрі үйлесімді. Отбасылар бірге күріш алқаптарында еңбек етіп, ұлтты асырайтын алтын дәнді өсіреді. Күріш Вьетнам экономикасы мен мәдениетінің негізі. Ол вьетнамдықтардың басты азығы және миллиондаған фермерлер үшін табыс көзі. Сонымен қатар, елде кофе, шай, жеміс-жидек, көкөніс пен теңіз өнімдері де көп өндіріледі. Көше тағамы вьетнамдық аспаздық мәдениеттің маңызды бөлігі. Сан түрлі дәм мен жаңа піскен шөптерге бай бұл тағамдар әлемге әйгілі. Күріш Вьетнам асханасының жүрегі. Одан түрлі дәстүрлі тағамдар жасалады.
Сондай-ақ, елде ерекше тағам түрлерінде кездестіруге болады. Мысалы, ит еті. Көпшілік үшін бұл күнделікті тағам емес, бірақ кей аймақтарда бұл дәмді ас деп есептеледі. Бұл дәстүр көне заманнан бастап алып, жергілікті сенімдермен байланысты. Кей қауымдастықтар ит етінің емдік қасиеті бар деп сенеді. Вьетнам әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын керемет көрікті жерлерге бай ел. ЮНЕСКО мұрас саналатын Халонг шығанағы табиғи сұлулығымен танымал. Ал Дананг қаласындағы Айдахар көпірі кешке жарықтармен көмкеріліп, өзен үстінде керемет көрініс жасайды. Дананг маңындағы Бана тауларының үстінде орналасқан алтын көпір нағыз сәулет өнерінің туындысы. Вьетнам тілінде канг деп аталады. Бұл көпірді алып, бетон қолдар ұстап тұрғандай әсер қалдырады. Бұл оны әлемге әйгілі етті. Тағы бір маңызды орын ЮНЕСКО қорғауындағы Хойян ескі қаласы. Жақсы сақталған архитектурасы, түрлі түсті шамдары және Қытай, Жапон, Европалық мәдениеттер әсері бұл қаланы ерекше етеді. Сонымен қатар елде толяу деп аталатын бамбук түтігі арқылы темекі тарту дәстүр бар. Бұл әдет жастар мен ересектер арасында танымал. Денсаулыққа зиянына қарамастан бұл түтік кәдімгі темекі құтысынан әлдеқайда үлкен, адам қолындай көлемде болады. Сол себепті ол тек темекі құралы емес, ерекше көркемдік мәнге де ие. Вьетнам қайшылықтар мен сұлулықтың мекені. Мұнда бай мәдениет, мейірімді халық, шексіз табиғи сұлулық пен түнгі өмірдің барлық қызығы бар. Егер осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, қандай сәт көбірек әсер етті? Ұнатсаңыз, лайк басып арнаға жазылыңыз. Бұл маған жаңа контент жасауда шабыт береді. Келесі видеода кездескенше.